Алло, отағасы, жұмыстасыз ба? Қайтарда аптекаға соғып тест ала келіңізші. Ана жүктілікті анықтайтын құрал ғой. Білмеймін, бірдеңе сезгендей болып отырмын. Иә. Қандас, сіздерде тест бар ма? Беріңізші. Жан, нені тексеретін ғой, рахмет. Жаным, әкелдім. Әкелдің ба? Өзімді абайлашымақ ма? Сақ қошымақ ма? Не қалай тексересің бұны? Банк алып кеш. Банка? Қазір. Бола ма мынау? Болады. Қазір келем. Құдай. Аман есен босанып алса екен. Ол бола ма екен, қыз бола ма екен? Мейлі, аман болса болды маған. Аман болса болды. Көптен күткен қуанышымыз ғой біздің. Құдай, аман есен болса екен. Сүйінші. Не болды? Екі сызық шықты. Екі сызық? Иә. Ол не деген сөз? Көтерді деген белгі. Жаным, көтердің ба? Жоқ, ана ала сиыр ғой көтерген. Сиыр ма? Иә. Ой, Құдай, сенде адамды сонша жерден жүгіріп менде. Қайта қуанбайсың ба? Айран болады, сүт болады, ірімшік болады. Аузымыз ағарғанға жететін бол. Мейлі, бір үйден біреуін көтеріпсің қайтеуір. Жаным, менің ала сиырға барып көрсетіп қайтайын. Ноқат ба, жарым ба, осы атын ше. Тілім салақ деп кетті ғой. Мынау компотың ашып кеткен ба? Кеттім жұмысқа. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Қалай бала? Жол болсын. Сол бір қыз көрейін деп. Үйлене деп жатсың ба? Бәрекелді. Үйлену керек. Ертерек үйленсең, ертерек қызық көресің. Ауылдан естіп жатырмыз, сізді 4 әйел алған дейді. 4 түгелдеп қойдық қой. Ақсақал, негізі қай жақтың қызын алған дұрыс? Негізі Сарыағаштың қыздары зор болады. Апамыз Сарыағаштан ба? Сарыағаштан апаң. Екінші апамыз? Екінші апаң да Сарыағаштан. Үшінші апамыз ше? Үшіншісі де Сарыағаштан. Еміне Сарыағашқа айналасын шықпай қапсыз. Бұл Сарыағаштың бар ма? Өз шипажай ғой бұл. Бұл шипажай болған екен, бұның адамдары да шипа ғой. Көрдің ба? Сарыағаштың адамдары сөйлесе сөзі шипа, амандасса алақаны шипа, күлсе күлкісі шипа. Міне. Сосын ғой Сарыағаштан алып атқаным қайта. Енді 4-шісін басқа жақтан алған шығарсыз? Жоқ. 4-шісін де Сарыағаштан алдым. Немене? Сарыағаштың айналасын шықпай қапсыз ғой? Негізі мен минеральный қыздар жақсы көрем ғой. Минерал ғой, айналамның бәрі минерал. Оң жағым, сол жағым, астым үстім бәрі минерал. Ауырмайым, өмірімде ауырмағым. Сеседен жұмыста дұрыста бе? Қайсан ау, қолын қалтасын сап тұрған анау, жұмыс демей. Кім ау, шығар жұмыстан? Жиеніңіз ғой? Оны айтпай, мана қасымдағы шаңғытып жұмыс істеп атқанда айтам. Шығар соны жұмыстан. Болды. Шығар бол тез бар. Болды. Сесе жұмыста дұрыста бе? Ассалаумағалейкум. Қалайсыз ақсақал? Қалай болса солай, немене? Қалайсыз ақсақал? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам демей ме мұсылман? Ақсақал, аға, уағалейкумассалам, ассалаумағалейкум деп тұрға уақыт жоқ, қойыңызшы. Немене? Айдағаның бесешкі, ысқырың жер жарат деп. Кішкентай ауылдың әкім бөбін қырып бұратсың ғой бәрін. Тыныштық па? Жоғардан тексеруге батыр, комиссияге батыр. Ішкен жегенді құсатын күн келді десей? Ақсақал, болмайтын нәрсені айтпаңызшы. Ішіп жесем өзімнің бала-шағам үшін ішіп жеп батыр. Сен сосы бала-шағаңның да ырсын еспесін жеп қойып атсың осы сен. Қалай сонда? Ертең сен әкімне кетесің, орның әкім келеді. Балам әкім болады? Ал енді балаң әкім болып келсе кімді жейді ол? Сіңір шыққан, шаң шыққан жерді сіңір шыққан халықты жей ма? Ойламайсыңдар ма шамал? Ынсаппен жемейсіңдер ма шамал? Халықты ойлап жесеңдерші. Әдемі идея айттыңыз ақсақал. Негізі анау бүкіл фирмаларымды балам атына жазсам болады екен ғой, Как раз сөйтіп. Неғып түсесей! Сізді жүрсен неғып түсіге! Шыңғыр. Сорлы. Адам құсатын кезде өсіп шыңғырады. Жаны шығып. Тупой түсінбеді анау мен. Мынау сол заманның өзінде жаңағы зиялы қауым бар ма?
сол зиялы қауым кім үшін қырылды? Ал, мен саған сол сұрақты қойайын. Ей! Саған сөйлеп отырмын ғой мен. Ой, бағанан бері ет тыңдап отырсың ба мені? Анан қарасаңшы көке. Не болды? О, қызды қарасаңшы. Шашы қандай, фигурасы қандай, жеп қойғым келеді ғой. Сорлы. Ей! Сен үйленіп қойған емессің ба? Не алады екен үйленсем? Қатының бар емес па? Бола берсін. Оны не қылмақшың? Екінші шығымайын ба енді? Ей! Жүрегіңе екінші қатын сия ма? Ой, көке, пойызға мінгесіз ба? Мінгем? Купеде қанша орын болады? 4 орын болады. Вот, біздің жүрек сондай ғой. Купе сияқты ғой, 4 орын бар ғой біздің жүректе. Ана келін біліп қойып, масқара болып таяқ жеп жүрме келіннен. Таяқ жесем, таяқ жейін. Мына қыз үшін әйелімнің қолынан өліп кетсем арманым жоқ. Соғысып қаласың, ей! Бензин таусылып қалмасын. Неменен шайында суып қалған, тамағың дайын емес. Сен қатын неменен айналысып отырсың үйде? Таңнан кешке дейін бір тамақ істемесең, немене қатын болып жүрсің сен? Не болды сонша ашулан? Алдымдағын жей тұршы. Жемеймін. Жеп күнде немене ыстық тамақ ішкім келіп отыр. Жұмыстан шаршап қарным ашып келді. Өткенде де тоқал алам дегенде көңіліңе бекер қараптың. Сол кезде алып келуім керек еді. Сол кезде первый второймен дайын тұратын еді. Таласып жүріп тамақ істейтіндер екеуің. Енді отыр міне бейшара адам ұқсап. Осыдан бар ғой, 10 минутта тамағын дайын болмаса мен тоқал аламын. Болды. Ашуланбашы, алмай ақ қойшы, сол тоқалды. Аллан тоқал. Онда саған бір шартым бар. Қандай шарт? Жұмбақ жасырам. Тапсаң алмаймын. Таппасаң аламын. Келістік па? Иә. Еркекше әкел. Екі сөйлеген қатын, келістік па? Иә. Болды. 4 пачка тұз салсаң да, тұздың дәмі шықпайтын қандай тамақ? Сен тоқал алайын деп тұрсың ғой. Таппадың ба? Үшке дейін санайын. Бір екі таппадың. Жұмыртқа. Қайнатылған жұмыртқа. Қанша тұз салсаң да дәм білмейді ғой. Кеттім мен. Сауап, білдің ба? Жаным, қойшы, алмай қойшы тоқалды. Жатамыз, ұйықтаймыз, болды. Жинаңдар соткінде. Жатсай, өзің жатшы. Адам тыңдайсыңдар ма? Тыңдамайсыңдар ма? Тыңдайсың ба? Тыңдамайсың ба? Қоймайсыңдар ғой сендер де бір. Ұйықтап алда. Мама, не? ұйқым келмей жатыр. Ертегі айтып берші. Сен де мақұл болып жатшы айтып беремін. Ертеде, ешкі жыны бөртеде, Асылжан деген батыр жігіт болыпты. Ол батыр жігіттің алтын қылышы болыпты. Қылышын сермеп қалса, 100 адамның басы қырқылып түседі екен. Мама. Не? Маған да ертегі айтып беріңізші, мам. Тәп-тәу болыппын. Саған не керек, ертегі? Ой, мама, ертегінің бәрін үніме айтып бересіздер де, маған айтпайсызшы, айтып беріңізші маған да. Айтамын қазір. Ертеде, ешкі жыны бөртеде, Нұрхат деген сал сері жігіт болыпты. Қыз қырғынның бәрі ол Нұрхатқа ғашық екен. Содан Нұрхат бір күні... Ой, Құдай, ұйықтады өрі. Бопты, ұйықтаймыз, болды. Қатын, қатын. Не бүгін немесе қойшы, шаршап отырмын. Оны айтпаймын. Не? Маған да ертек айтып берші. Ой, сорлы, дәубас. Саған не керегі бар ертектің, а? Балдарға да айтып беріп атсың, айтып берсе, мен де ұйқым келмеді, айтып берші. Жатшы. Айтсы. Ертеде Толик деген бір ешекбас бір сорлы еркек болыпты. Қайын жұртымен араласпайтын, достарымен араласпайтын, өз жұртымен араласпайтын, сондай жексұрын алқаш темекі шегетін. Болды, керек жоқ ертеңге. Нормально айтып береміз деп, бір жеңе тық қой ертеңде. Айтпақ қой ертеңге.